Намыс Мырзаділ оқыған Анар Марсыны. Анаға хат. Амансың ба, ауырмай жүрсің бе ана? Сағынышқа салынып көрсің бе ана? Жабықпана, себебі сен жабықсаң, жетім күйге енеді жапантала. Олың есел, өтеп жүр өз бөрішін. Тау мен тасты арылап өзен үшін. Суретіңе қарайлап оңашада, сағыныштан өртенер өзек үшін. Әкем қалай? Жағдайы қолайлы ма? Мен жайында өзіңнен сұрайды ма? Уақыт тапшы, хат жазам деп жүргенде, аяғына таядым болайдың ба? Есімде ме? Түніңді төрт бөлгенім. Тас кеудеңді жібітіп сүт бергенім. Ал бүгінде сол балаң сарбаз болып, аяғына іліп жүр қос шендерін. Қатал тәртіп, қатайтты буынымды. Көрсетті қалай өмір сүруімді. Өзгертті бәрін өмірім әскердегі, тіпті дағы бойдағы ұян үнді. Бәрі дұрыс, мен үшін шекпе уайым. Хатты оқы, арылсын бойда қайғы. Атамша аяқтасам осы хатты, көп жазуға таппадым уақыт жайым.